Сәлем достар, бүгін новогодний календарь фотомен жасалатын жолын көрсетемін. Бізге Pinterest программасынан новогодний фон деп өзімізге керекті фон таңдап аламыз. Фонды осылай таңдап, сосын PicsArt программасын ашып, редактировать деп басып, бұрынғы видеоларын көрсеңіз, подробнее бәрін түсінесіз қалай істеу керектігін. Сосын өзіміз таңдаған фонды осылай добавить фото деп қоямыз. Сосын календарьдың PNG форматтағы формасын осылай қоямыз. Көріп тұрғанымыздай фон келмей қалды, бізге ашықтау түс керек, сондықтан фонды қайтадан Pinterest'тен басқа фон таңдап қоямыз. Осылай слойды астынан жылжытқанда біздегі календарь үстінен бетіне шығады. Соны дәлдеп центрге осылай әдемілеп қоямыз. Содан кейін бізге иллюстрация керек болады. Бұл иллюстрацияны да мен Pinterest'тен алдым. Pinterest'те дракон деп жазсаңыз, немесе өзіңізге керекті кез келген иллюстрацияны алып, удалить фон деп осылай артын алып тастайсыз. Сосын PicsArt'ың ішінде стикерден өзіңізге келген керекті рамканы аласыз. Сосын осындай бізге ақ кружок керек, рамканың артына қоямыз осылай. Бұл бізге фотоны PNG форматта қою үшін. Осылай енді бұны өзімізге PNG форматта сақтап аламыз PicsArt программасынан. Сосын бізге Magic Erasers деген осындай программа керек болады. Бұнда біз артқы фонды алып тастау үшін керек. Фото қоятын жерді дөңгелегін осылай PNG форматта аламыз. Сақтағанда тоже PNG форматта сақтаймыз. Сосын PicsArtқа қайтадан кіріп, өзіміз жаңағы шаблонға фото қойып көрейік. Шаблонға фото қоймас бұрын размерлерін бәрін дұрыстап қойып алыңыздар. Осылай жасаған шаблонымызды осылай ашамыз. Сосын керекті фотоны қоямыз. Сосын сақтаймыз.